Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті шәкірттер. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен кезекті өтетін тақырыбымыз бұл Құранға қатысты әдептер болып табылады. Жалпы Құранға қатысты әдептер тақырыбын неге қозғап бастап жатырмыз? Себебі бұл канал жалпы көбінесе Құранға қатысты ақпараттар шығып келеді, және де сонымен қатар өзім қосымша айналысатын сіздерге үйреткім келген жаңағы компьютерге қатысты немесе фото өңдеуге қатысты жаңағыдай қысқа ғана видеоларды Canva приложениесінде қалай жұмыс жасау керек, қалай сауатты жұмыс жасау керек, соны үйрететін қысқа видео түрінде 5-15 минут аралығындағы видео формат түрінде сіздерге пайдалы болатындай ақпарат бөлісуге тырысып жатырмын. Бірақ бүгін сіздермен Құранға қатысты әдептер тақырыбын талқылайтын боламыз. Осыған дейін естеріңізде болса, Құран жаттаудағы әдіс-тәсілдер деген тақырыпты талқылаған болатынбыз. Құран жаттаудағы 3 әдіс-тәсілді өттік. Оны осы жерде сіздерге ссылка қойып кетемін. Сол видеодан көрсеңіздер болады. Енді сіздер Құранды жаттауға кірістіңіздер, Құранды жаттаудың әдіс-тәсілдерін үйрендіңіздер. Әрі қарай Құранға деген махаббатымызды оятатындай, Құранды жаттап және де оған амал ететіндей, бізге жаңа әрекет ететіндей, осы Құран әдебі, яғни Құран оқудың әдептері деген тақырыпты талқылағым келіп тұр. Бұл бізде Сайфуллин Думан Надырұлының Ислам әдебі кітабынан алынатын болады. Бұл жерде Құранға қатысты 16 әдеп көрсетілген, құрметті шәкірттер. Сол 16 әдептің бүгін сіздермен мүмкін болса, мүмкін екеу, мүмкін біреу, қазір уақытқа қарай да қарап көреміз. 2 әдеп өтуіміз мүмкін жалпы. Әр сабақ сайын 2 әдептен өтіп отырсақ болады. Енді жалпы Құран әдебі, Құранға қатысты әдептер дегеніміз не ол? Осыны айтып өтейін. Жалпы әдеп сөзі біздің қоғамда қазір өте ауқымсыз деп айтамыз ба, өте тар ұғымда қолданыста деген келеді. Себебі әдеп дегеніміз не десек, бұл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы деген ғана ұғым біздің ақылымызға бірінші келеді, осындай ой бірінші келеді. Бұны бізге сіңіріп тастаған, енді осы уақытқа дейін өткен этика, жаңағы эстетика деген түсініктер, осы әдеп түсінігімен біз түсіндіріп жатамыз әдеп сөзін. Бірақ ислам тек қана адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын ғана қарастырып қоймайды. Ислам әдебі бұл 3 түрлі тақырыпты қамтиды. Бұл біріншісі адамдар мен Аллах арасында қарым-қатынас, екіншісі адамдар және бізге жіберілген пайғамбарымызға қарым-қатынасымыз, және де үшіншісі бұл жаңағы адамдардың бір-бірінің арасында қарым-қатынас. Яғни осы 3 түрлі үлкен тақырыпты, ауқымды тақырыпты қамтиды. Мына жерде ішінде қаралған тақырыптар жазылып өткен. Бұл жерде мысалға алатын болсақ, Алла тағалаға қатысты әдептер, Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям қатысты әдептер, Құранға қатысты әдептер, сонымен қатар адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасына қатысты әдептер дедік қой. Оларға сәлемдесу, мысалға, сәлемдесу әдебі, сөйлеу әдебі, мешіт әдебі, сонымен қатар сапар әдебі, ауру адамды зиярат ету әдебі, көше әдептері, көршінің бір-бірімен қарым-қатынасы, дәрі қабылдау әдептері, түс көру әдептері, ата-анаға қатысты әдептері. Мысалға, ата-анамызды қандай деңгейде сыйлауымыз керек, осының барлығын ең кішкентай іс-әрекетімізден бастап ең үлкен іс-әрекетімізге дейін барлығы бүге-шігесіне дейін қарастырылған бұл жерде. Сондықтан тек қана ислам әдебі деген кезде адамдардың бір-бірімен ғана қарым-қатынасын үйретеді екен деген ой болмау керек. Бұл жерде барлығын ауқымды түрде қамтиды. Енді бүгін сіздермен өтетініміз бұл Құранға қатысты әдептер. Жалпы барлығымызға белгілі болғандай, Құран бұл Аллах тағаладан түскен кәлам, яғни Аллах тағаланың сөзі болып табылады. Құран бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям арқылы жіберілді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям Жәбірейіл періште арқылы, яғни келіп отырған бұл Құран аяттары. Бүгін Құранға қатысты әдептердің бір өте үлкен артықшылығы бар. Құранға деген сүйіспеншілігімізді, сондай махаббатымызды оятады, тіпті арттырады десек те болады. Ең бірінші әдеп, тоқталатын әдебіміз бұл Құранды ықыласпен оқу. Яғни
Құранды ықыласпен оқу немесе Құран оқымас бұрын ниет ету деп те алуға болады. Мен жалпы өзім солай алғым келеді. Яғни Құран оқымас алдын қалай дұрыс ниет етуіміз керек. Бірінші әдепті осындай тақырыппен алған болар едім. Егер мен осындай Құранға қатысты әдептер деген кітап жазатын болсам, ондағы бірінші тақырып бұл Құран етудегі ниет, яғни ықылас деп бұл жерде келген. Яғни Құран оқымас алдын, жалпы Құраннан бұрын біз белгілі бір іс-әрекет істемес бұрын, яғни кез келген істі бастамас алдын біз бұл істі не үшін істеп жатырмыз деген сұрақ қоямыз өзімізге. Саналы түрде қоймасақ та, бейсаналы түрде, яғни өзіңіз осы әрекеттің қандай мақсатта жасалып жатқанын білу үшін өзіңізге сұрақ қоясыз. Ал Құран және де ол сұрақтың күнделікті іс-әрекетімізге қатысты қойылған бұл сұрақтардың жауабы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға, белгілі бір мақсатқа жету үшін жасап жатырмын. Мысалға, бір кітапты оқып бастасаңыз, оны не үшін оқып жатырмын деп өзіңізге сұрақ қойған кезде оған беретін жауабыңыз мүмкін сіз ол кітаптың ішінде бір ақпаратты білгіңіз келетін шығар, сол үшін оқып жатқан шығарсыз. Немесе ол сіздің болашағыңыз үшін маңызды шығар. Немесе жаңағыдай бала тәрбиесіне қатысты кітап шығар. Сол кітапты оқу арқылы сіз бала шағыңызға қазіргіден де өте жақсы тәрбие бергіңіз келетін шығар. Себебі осы болуы мүмкін. Яғни біз әрбір істі жасаған кезде оның әртүрлі, яғни не үшін жасап жатырмыз деген сұраққа әртүрлі жауап алуымыз мүмкін. Бірақ Құран оқымас алдын біздің не үшін Құран оқып жатырмыз деген сұраққа бір ғана жауап болады екен. Ол біздің Құранды біз тек қана Алла разылығы үшін оқуымыз керек екен. Құран оқымас алдын Алла разылығынан басқа мақсатты көздейтін болсақ, бұл дұрыс емес болып саналады, құрметті шәкірттер. Енді осыған қатысты имам Науауи деген ғалымның бір айтқан сөзі бар екен. Құран оқушыдан ең бірінші талап етілетін нәрсе бұл ықылас. Яғни ол арқылы тек Алла тағаланың ғана ризалығын қалап, одан басқа ешқандай мақсатты көздемеуі қажет. Енді бұл жерден біз түсініп тұрғанымыздай, Алланың разылығы үшін деген мағына бұл Құран оқыған кезде менің Құран оқи алатынымды белгілі бір адам білсін, немесе көрсін, осы арқылы менің белгілі бір сіздің достарыңыздың ортасындағы беделіңіз артсын деген сияқты тағысын тағы басқа мақсатта Құранды оқуға болмайды екен. Бұл өте дұрыс емес болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Құран оқушының өзге жаңағы Алла разылығынан басқа мақсатта оқыған жаңағы Құран оқушы адамға өте қатаң тыйымдар салған екен. Осылардың бір хадисінде келеді. Енді хадисті сіздерге толықтай оқып отыратын болсам, қазір ұзақ уақытымызды алып кетуі мүмкін. Жалпы бұл хадистің мағынасы, бұл жерде жалпы адамдар осы дүниедегі жасаған іс-әрекетіне қатысты сұралады, барлығымыз білетіндей. Соның ішінде ең алғашқы болып сұралатыны бұл отан үшін жаңағы жанын берген адам болып табылады, яғни батыр деп айтамыз біз оны қазақта. Батыр сұралады екен. Және де екінші болып ғалым немесе Құранды Аллах тағала оған жаттатқан, яғни Құран жаттау нәсіп болған адам осы сұралады деп келеді бұл хадисте. Және де ол адам сұралған кезде Аллах тағала жаңағыдай мен саған Құран жаттауды нәсіп еттім, және де бұл жаңағы саған берген ризық дегеніміз, яғни Құран жаттауды нәсіп еткендіктен бұл ризықтың бір түрі болып тұр. Осы берген ризық несібем үшін сен оған қандай разылық көрсеттің, оған қалай жауап бердің, оқыған Құраныңды басқаларға, өзгелерге үйреттің бе, сен Құран оқығанда қандай мақсатта оқыдың деген сұрақ қояды екен. Сол кезде ол адам әрине Аллах тағалаға біздің қандай мақсатпен белгілі бір іс-әрекетті жасап жатқанымыздың барлығы белгілі болғандықтан Аллах тағала оның бәрін білуші, бірақ соның өзінде сол жасаған адамнан сұрайды екен. Сол кезде ол адамның жауабы Алла разылығы үшін жасадым
деп айтқанымен, егер де шынайы түрде ол адам Алла разылығы үшін жасамаған болса, онда ол адам енді өте ауыр. Ол адамға сен өтірік айтасың, өйткені сен адамдар мынау білімді деп айтсын деп, сондай-ақ Құранды адамдар мынау қари, белгілі бір жағдайларға байланысты шығуым керек болып қалды. Ары қарай жалғастырайық. Біз хадиске келіп тоқталдық. Яғни бұл жерде Құран оқушы адам Аллах тағаланың алдында сұралады деп айтып жаттық. Және де егер де оның шынайы ниеті Алла разылығы үшін болмаса, онда ол, яғни Құранда келеді ғой, оның оқыған Құранынан пайда болған жоқ деп келеді. Осындай мағынада аят келеді. Осы жердегі, яғни оқиға болады, жағдай болады, осы жерде айтылғандай болады. Яғни оның ниеті Алла разылығы үшін болмағандықтан бұл жерде ол жаңағыдай Аллах тағала ол адамға үкім шығарады, және де жүзін төмен қараған күйде тозаққа тасталуын үкім етеді деп келеді. Мінекей Құран оқудағы ниет, яғни ықылас білдіру, немесе Құран оқымас алдын сіздің жан дүниеңізде ойлап тұрған ойыңыз, бұл өте маңызды. Яғни не үшін Құран оқып жатырсыз? Бұл Құран оқымас алдын барлығымыздың қоюымыз керек болған бір сұрақ деп ойлаймын. Және де оның жауабы тек қана Алла разылығы үшін болу керек. Бүгінше бір ғана осындай тақырыпты талқылайық. Келесі сабақтарда, егер де осы сабағымыз сізге қызықты болып жатқан болса, қолдау көрсетіп кетіңіз. Келесі сабақтарда міндетті түрде жалғасын үйренетін боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.